Құрметті жауынгерлік қарулас достар, бүгін біздің елімізде атадан қалған дәстүр бабаларымыз көшпенді өмір салтында ат үстіндегі сарбаздардың ардайым дайындығын үстеп, шеберлігін шыңдап, ептілігін еселеп отырған жауынгерлік әдіс тәсілді бейбіт кезеңде ұлттық ойын ретінде үздіксіз дамытқан қазақ елі. Осы күнге орай біздің 44-ші артиллериялық бригада өзінің үлесін қосады. Ұлттық спорт күні үшін 10 километрлік марш Қазақстан Республикасының әскерлері жасасын. Ұлттық спорт күні жасасын!